Ассалаумалейкум достар, бүгін біздер автомаркеттегі автокөліктердің бағаларына қысқаша шолу жасап өтеміз. Арнамызға тіркеліп бізге қолдау білдіріп кетіңіз. Кезекте бізде Hyundai Accent 2011 жылғы қазақ учет, объемы 1.4, бензин. Так, жүрген жүрісі 347 мың километр жүрген екен. Бұған ұсынылып тұрған баға 4 миллион 490 мың екен. Жалпы жағдайы жақсы. Бұған қасына так автозаводка бар екен. Бұл машинада автозаводка мен бана қыздыра алады екенсіздер. Жалпы автомаркетпен келісіп кредитке де бұл машинаны ала аласыздар. Так, кезекте бізде Chevrolet Nexia 2023 жылғы екен. Так, новый мен ішінде салафандармен тұр екен. Так, объемы 1.5, бензин, жүрген жүрісі 607 километр жүрген, коробка автомат, іші жалпы таза екен. Так, бұған ұсынылып тұрған баға 6 миллион 990 мың теңге екен. Міне көріп тұрғандарыңыздай салафанмен, как положено, новый күйімен тұр. Хабарласып, автомаркет қызметкерлерімен сөйлесіп, кредитке де ала аласыздар. Так, бұл да банағыдай Chevrolet Nexia. Банағы ақ түсті болса, бұл серебристый түсі болады. Бұл да новый 2023 жылғы қазақ учетта, объем 1.5, так, бензинмен, бұның пробегі 605 километр. Бұған беріліп тұрған баға 6 миллион 990 мың теңге екен. Жалпы суреттерін қарап шығайық. Сыртқы бейнелер бәрі жақсы. Новыйдың аты новый қойынды. Міне іші бәрі салафанмен, как положено. Так, кредитке де қарасаңыздар болады. Так, кезекті автокөлік бізде Hyundai Tucson. Бұның шыққан жылы 2019 жылы шыққан. Қазақ учетында объем 2, бензинмен, так, пробегі 112 мың километр жүрген. Жалпы міне ішкі жағдайы, салондары таза, жалпы жақсы толған машина екен. Бұған ұсынып тұрған баға 14 миллион 390 мың екен. Жалпы сыртқы көрінісі банағы барлығы жақсы екен, жақсы толған күтіп. Егер қалатын болсаңыздар, автомаркетке хабарласып, кредитке рәсімдеп алсаңыздар болады. Так, келесі автокөлік Toyota Hilux 2013 жылғы қазақ учет, объемы 2.5, бұл дизельмен жүреткен, бензин емес, дизель. Пробегі 357 мың километр. Бұған ұсынылып отырған баға 6 миллион 690 мың екен. Міне ішкі көрінісі, іші бәрі жақсы. Сыртқы көріністен қарайтын болсақ, сыртқы көрінісі де жалпы жаман емес, жағдайы жақсы екен. 2010-нан бері банағы жақсы солған екен. Егер алатын болсаңыздар, автомаркетке хабарласып, барып, көзбен көріп, осылай банағы жүргізіп қарап деген сияқты қарасаңыздар болады. Бұл автомаркетте барлық көліктер кредитке рәсімдеп ала аласыздар. Так, келесі автокөлік бізде Lada Vesta 2019 жылғы қазақ учетындағы, объемы 1.8, полный комплектация екен бұл. Жүрген пробегі 52 мың километр. Бұған ұсынып тұрған баға 6 миллион 700 мың теңге екен. Қысқы және жазғы дөңгелектерін қосып береміз дейді. Так, фотоларын қараймыз. Сыртқы көрінісі бәрі өте керемет.
Так, мынау ішкі состояниесі. Коробка автомат. Көріп тұрғандарыңыздай барлық кондер бар. Ішкі жағдайда жақсы екен. Сидеңкілері ешқандай. Сыртқы көрінісі міне. Жалпы жағдайы жақсы екен. Егер автомаркетке келіп, осы көліктердің қарап көзбен өзіңіз жүргізіп тексеріп алсаңыз болады. Жалпы автомаркеттің мекен жайы улица Мұнайшы 39А, сағат 9-дан кешкі сағат 8-ге дейін жасайды. Суббота, демалыс күндерде жасай береді. Барып көріп алсаңыздар болады. Так, келесі автокөлік бізде Toyota Camry 2007 жылғы. Қазақ учетта объем 2,4, газ, бензин, пробегі 166 мың екен. 166 километр пробег жүрген екен. Так, американец екен бұл. Бұған ұсынылып тұрған баға 7.190.000 мың екен. Так, ішкі жағдайы. Так, жақсы, жалпы сыртқы бейнесі жаман емес. Ешқандай майысқан, сырылған жерлер байқалмайды енді фотода. Өздеріңіз барып, қарап, көріп, тексеріп алсаңыздар болады. Банағы айтылған мекен жайдан. Так, кезекте бізде Lada Granta 2018 жылғы. Қазақ учет. Объем 1,6, бензинмен. Пробегі 116 мың километр жүрген екен. Кондер бар. Бұған ұсынылып тұрған баға 4.590.000 мың екен. Первоначальный взнос 0 теңге. Бана первоначальный төлемей, банаға кредитке рәсімдеп алсаңыздар болады. Қазір енді сыртқы көріністерін бір қарап шығайық. Сыртқы және ішкі. Алдыңғы жаны мынау жалпы жақсы екен, жақсы толған машина сияқты. Механика. Іші таза көрінеді. На кондер, как положено. Жалпы жағдай осы. Жалпы жақсы. Так, кезекті бізде Lexus NX 300. Так, бұның жылы 2017 жылғы. Қазақ учетта. Коробка автомат, объемы 2 литр, бензинмен, задний привод. Так, жүрген жүрісі 62 мың километр жүрген екен. Бұда автозаводка бар екен. Жалпы бұған ұсынылып тұрған баға 21.500.000 теңге екен. Так, сыртқы көрінісін бір қарап шығайық. Так, іші. Іші жалпы жақсы екен, керемет екен. Так, бұл көліктен өздеріңіз барып көргілеріңіз келсе, бағанағы айтылған мекен жайдан көре аласыздар. Сыртқы бейнесі бәрі жақсы екен. Жалпы осындай автокөліктер бар. Так, кезекті автокөлік Hyundai Sonata. Так, бұл көліктің туған жылы 2021 жылғы екен. Учет қазақ. Коробка автомат. Объемы 2,5 литр, 2,5. Бензинмен. Так, пробегі 11 мың миль екен. Бұған ұсынып тұрған баға 13.750.000 теңге. Осы автокөлікті қазір іші сыртын көріп шығайық. Алдынан қарағанда жанынан көлік іші сыртқа состояниесі жақсы екен. Ішкі көріп тұрсыздар ғой. Жалпы ішкі жағдайы, сыртқы жағдайы жақсы көрінеді. Егер көлікті көргілеріңіз келсе, улица Мұнайшы 39А-да болады. Сағат таңертеңгі 9 бен кешкі сағат 8 аралығында.
ешқандай демалыссыз, суббота демалыс күндері жасай береді. Кезекті автокөлік бізде Chevrolet Malibu 2014 жылғы қазақ учет, коробка автомат, объемы 2.4 бензинмен жүрген, пробегі 199 мың километр жүрген екен. Бұған қысқы және жазғы дөңгелектер қосып береді, полный комплектация екен. Ұсынып тұрған баға 7 миллион 500 мың теңге екен. Так, фотоларын қарап шығайық енді. Сыртқы көріністері жақсы, ішкі. Так, іші де таза сияқты. Артқы жағынан қарағанда, арт жағында да ешқандай соққы болмаған сияқты. Толық ақпаратты автомаркеттен біле аласыздар. Так, кезекті бізде Hyundai Accent 2017 жылғы қазақ учетта, коробка автомат, объем 1.6 бензинмен, жүрген жүрісі 93 мың километр. Бұған ұсынып тұрған баға 7 миллион 900 мың теңге екен. Так, қарап шығайық. Жалпы сыртқы жағдайы жақсы, ішкі жағдайы да жаман емес, жақсы деуге болады. Көріп тұрғандарыңыздай. Так, кезекті бізде Chevrolet Cruze 2014 жылғы қазақ учетта, коробка автомат, объемы 1.6 бензинмен, жүрген жүрісі 187 мың километр. Бағасы 4 миллион 190 мың теңгеге бағаланып тұр екен. Так, сыртқа осындай водитель жақ, бампердің астыңғы жағы кішкене жырылған сияқты. Осындай кішкене жырық бар сияқты. Жалпы бұлай сыртқы бейнесі жаман емес, ішкі состояниесі де жаман емес сияқты. Сиденькілері жақсы. Арт жағында да кішкене царапина бар сияқты. Бамперлерінде бар екендік. Жалпы осындай. Так, кезекте бізде Toyota Corolla 2021 жылғы қазақ учетта, коробка автомат, объем 1.8 бензинмен. Так, жүрген жүрісі 7 мың километр жүрген екен. Беріліп тұрған баға 12 миллион 690 мың теңге екен. Сыртқы бейнесі жақсы секілді. Так, ішкі салон. Ішкі салоны таза. Салон әдемі екен. Ішкі жағдайы, сыртқы жағдайы бәрі өте керемет екен. Corolla іздеп жүргендерге болса, автомаркетке хабарласып алсаңыздар болады. Так, Хайс қарайым деушілер болса, 2021 жылға Toyota Хайс бар екен. Қазақ учетта, механика, объем 2.8, дизельмен жүреді екен. Пробегі 28 мың километр жүрген екен. Бұған беріліп тұрған баға 27 миллион 450 мың екен. Так, бұған қосымша 3 кілті бар екен, автозаводкасы бар екен. Міне ішкі жағдайы жалпы осындай. Ал Хайс қарайым деушілер болса, хабарласып қарасаңыздар болады. Осымен біздің қысқаша шолуымыз аяқталды. Арнамызға тіркеліп қолдау білдіріп кетіңіз.